Сәлеметсіздер ме? 7-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода қазақ тілі пәнінен 490-ның тжб-сына талдау жасап беретін боламын. Сабақты мұқият тыңдап, түсініп аламыз, және де 1-2 секунд уақытымызды бөліп, каналға тіркеліп кетейік. Тіркелмегендер болса, міндетті түрде маған қолдау көрсетулеріңізді сұраймын. Тапсырма бірінші тыңдалым және айтылымға арналған тапсырма. Бірінші мәтінді тыңдаңыз және де оқыңыз дейді. Проблемалық сұрақтарға тыңдалған мәтіннен деректер келтіре отырып, дәлелді жауап беріңіз. Екінші, жұбыңыздың жауабын тыңдап, өз жауабыңызбен салыстырыңыз. Көзқарастарыңызда ұқсастықтар немесе айырмашылықтар бар ма дейді. Бірінші мәтін: соғыс күйретуші күш. Дәл солай. Барды жоқ ететін, тауды жер ететін, жер бетіндегі тіршілік атаулының бәрін жалмап тұратын, жұтатын ажал. Сол қанды кезеңді еске түсіріп, елестететін газет, журнал материалдары немесе радио телехабарлар, кинолар аталар ерлігін мақтаныш тұта бізге жеткізді. Содан бері жарты ғасырдан астам уақыт өтсе де, еш нәрседе ұмытылған жоқ. Соғыс атауы құлаққа жағымсыз, тіршілікті қан жылататын, қайғы қасіретке толы қаралы сөз. Осыдан 74 жыл бұрын жер бетіне шарпыған сол сұрапыл ұлы отан соғысы еді. Неміс фашистерінің аңсап келген арманына 4 жыл ішінде батырларымыз қажымас ерліктерімен тосқауыл берді. Фашистер мақсаты жер бетін отарлап билік құру еді. Өзара одақ құру арқылы Германия, Италия секілді елдер бүкіл әлемді өздеріне қаратпақ болған. Тынышымен өмір кешкелі жүрген халықтың берекетін алған фашистер жоспары іске аспай, өздері сол соғыстың зардабын тартты. Бұл соғысқа 61 мемлекет жан-жақтан атсалысты. Рахымжан Қошқарбаев атамыздың ерлігі тарихта өз ізін қалдырды. Бауыржан Момышұлы, Әлия Молдағұлова, Мәншүк Мәметова, Талғат Бигелдинов, Мәлік Абдуллин секілді батырларымыздың ерлігі арқасында қазіргі тату өмірімізге, бейбіт заманымызға, қуанышты күнімізге жеттік. Қазіргі таңда батырларымыздың ерлігіне орай шаралар өтуде. Тіпті есімдеріне байланысты көшелер, кітап жинақтары, ауыл атаулары берілді. Батырларымыз болашақ ұрпақ үшін жанын құрбан етті дейді. Енді сұрақ: неліктен адамзат баласы зұлмат күш соғысты өз қолмен жасауға құштар дейді. Себебі адамзат баласы тойымсыз болып келеді. Осы соғысты жасаушы елдердің мақсаты жер бетін басқарғысы келетіндігі. Келесі екінші мәтін: қазақ ел басына күн туғанда жалғыз жанын қу шүберекке түйген жауынгер халық болған. Ұлан байтақ даласының бір тұтам жері үшін қорқу деген сезімді жүрегінен жұлып алып тастаған. Тіпті арға бармай-ақ кешегі ұлы отан соғысының әлі сарғайып үлгермеген қатпарлы парақтарына үңіліп қарасақ, қазақтардың қанды қырғында қаймықпай соғысқанына анық көзіме жетеді. Оған мысал, айқас алаңдарында өшпес ерлік жасаған қайсар жауынгерлеріміздің бірі Бауыржан Момышұлы еді. Ұзын бойлы, қара сұр Момыштың ұлы Бауыржан сол кезде 30-дің үстіндегі жас жігіт болатын. Өз халқын құрметтеп, сүймеген адам опасыз, оңбаған адам деп Бауыржан Момышұлы айтқандай, отан үшін өз басын өлімге байлап, ажалмен алысып, өз ұрпақтарының, өз халқының намысын қорғағаны, өз халқын шын сүйгендігінен болса керек. Бауыржан Момышұлының тұлғасы кімге болса да мұзарт шыңның басында мұнартып қалықтаған ақиық мұзбалақ аққыран болып елестейді. 1941 жылы Мәскеу түбіндегі қанды шайқастарда теңдесі жоқ ерлігімен әлемді дүр сілкіндірген қазақстандық 316 атқыштар дивизиясының батальон командирі ретінде қапияда ой тауып, қараңғыда жол тауып, ерен ерлігімен аты әлемге аңыз болып, батыр қолбасшы атанды. Жеңістің 65 жылдық мерейтойы қарсаңында қаһармандық пен өшпес ерлігі үшін Мәскеу халқы құрметтеп үлкен сый жасады. Енді сұрақ: неліктен адамзат баласы ұлы есімдерді тудыру үшін бейбіт өмір жеткіліксіз болады да тұрады? Себебі батыр да батыл тұлғалар отан үшін жандарын беріп күресуге әрқашанда дайын болды. Бейбіт заман үшін күрескен батыр тұлғалардың бірі Бауыржан Момышұлы атамыз. Ол отан үшін өз басын қатерге тігіп, ажалмен алысып, келесі ұрпақ үшін жанын бере соғысқан қайсар жан. Бейбіт өмір үшін күрескен тұлғаларымыз осы себепті ел есінде мәңгі қалады. Яғни сұраққа нақты жауап бердік. Енді келесі оқылым тапсырмасы: мәтіндерді оқып, олардың тақырыбы мен сөз қолданыстарындағы ерекшеліктерге мысал келтіріңіз дейді. Бірінші мәтінді оқимыз. А мәтіні: ғылыми фантастика, яғни ағылшынша science fiction
ғылыми туынды. Көркем әдебиетте сондай-ақ кино, кескіндеме тағы басқа өнер салаларында қалыптасқан жанр, ғылыми фантастика жанры жайында екен. Ғылыми фантастика өнердегі дербес жанр ретінде 20 ғасырдың қалыптасқанымен, оның қайнар бастаулары ежелгі әпсаналарда, ауыз әдебиетінде жатыр. Оған қиял ғажайыптық, ертегілер қасиетте тән. Фантастика грекше фантазия, қиялдау, фантастик қиялдау өнері. Ұғымының өзі де қиялдану өнеріне байланысты пайда болған. Қазіргі әдебиеттану мен өнертану ғылымында фантастиканың ертегілік және ғылыми белгілерінің ара-жігі ажыратылмаған. Әдебиетте ғылыми фантастика ғылыми поэзия және ғылыми проза болып екі пішімде қалыптасты. Ғылыми поэзия терминін әдебиеттану саласында алғаш француз поэзиясының теоретигі Рене Гиль сөз туралы трактаттар еңбегінде қолданды. Ол ғылыми поэзияның белгілері ежелгі дәуір әдебиетінің өкілі Лукреций Кардың «Заттың табиғаты» поэмасында көрініс тапқанын мысалға келтіреді. Поэзияда ғылыми фантастика жалпы фантастикалық арнадан бөлекше, философиялық әлеуметтік бағыттағы мүмкіндігімен ерекшеленеді. Ғылыми фантастика прозаның барлық жанрында қарқынды дамып, көркем әдебиеттің арнаулы саласына айналды. Қазіргі қазақ әдебиетіне ғылыми фантастика дербес жанр ретінде 20 ғасырдың 70-80 жылдары республика жазушыларының шығармалары арқылы қалыптасты. Зерттеушілер қазақ әдебиетінде ғылыми фантастика жанрының алғашқы белгілерін ертегілерден, яғни ертөстік, ұшқыр кілем аңыздарын, Қорқыт ата баба, Түкті шашты Әзиз тағы басқаларынан таратып, болашақты болжай білген халық қиялының ұшқырлығына тәнті болуда. Оқушыларым, сендерге бұл ұзақ болып кететін сияқты, жалғып кететін сияқтысыңдар. Мәтіндерді оқымай қойын, сразу жауаптарын айтып берейін. А мәтіні, яғни бірінші мәтіне бұл ғылыми фантастикалық жанры деп тақырып қойсақ болады. Енді екінші мәтінге ғылыми фантастика жанрының танымал кейіпкерлері деп тақырып қойсақ болады. Яғни екінші мәтінінде осы ғылыми фантастика жанрының әр кейіпкеріне тоқталған. Сол себепті осы кейіпкерлер де тақырып қойсақ болады. Енді қандай ерекшелікті сөз қолданыстары бар дейді. Соған тоқталсақ, ғылыми фантастика өнердегі дербес жанр ретінде 20 ғасырда қалыптасқанымен, оның қайнар бастаулары ежелгі әпсаналарда, ауыз әдебиеттерінде жатыр. Оған қиял ғажайыптық, ертегілік қасиеттер тән дейді. Яғни ерекше сөздер табуымыз керек. Дербес жанр десек болады, ежелгі әпсана десек болады, қиял ғажайып десек болады, ертегілік қасиет десек болады. Келесі екінші мәтіннен бір қызығы бүкіл Еуропаның аңыз кейіпкерлер мен мифтік жануарларын Роулингтің ғажайыптар әлемінен таба алады екенбіз. Яғни кітаптағы Хогвартстың фаунасы шын мәнінде аңыздардан алынған. Жалпы тұқымның америкалық тарантуламен туыстығы бар деп зерттелген. Яғни бұл жерде ерекше сөздер Хогвартстың фаунасы және тарантула деген сөздерді алсақ болады. Келесі жазылым тапсырмасы. Төменде берілген тақырыптардың бірін таңдап, шағын мақала жазыңыз дейді. Бұл жерде де мен оқып отырмай қойын, сендерге былай көрсетіп қоя салсам, сендер өздерің жазып алсаңдар болады, иә? Жерде көрінбей қалып жатыр екен. Бірінші бас жағын жазып аламыз. Сәл күте тұрамын және біраздан кейін астыңғы бөлігін шығаратын боламын. Немесе скриншоттап жасап алсақ болады. Астыңғы бөлігі міне. Сонымен оқушылар, бүгінгі біздің ТЖБ талдауы аяқталды. Енді каналда 7-ші сыныптың басқа да пәндерінен ТЖБ тапсырмалар шығып жатыр. Кіріп қарап көрсеңдер болады.